Қарағандыдағы орталық саябақ аумағында салынатын бизнес плюс санатындағы тұрғын үй кешені тек қарағандылықтардың ғана емес, сәулетшілер одағының да наразылығын тудырды. Жер көлемі 15 гектар болатын учаскенің бастапқы мақсаты не себепті өзгертуге рұқсат берілгені, сондай-ақ 11 қабатты үйдің экологияға, жол қозғалысына және ескірген коммуналдық жүйелерге қаншалықты әсер ететіні жайлы тілшіміз анықтап көрді. 2026 жылдың қазан айына дейін бұл аумақта 5-тен 10-шы қабатқа дейінгі 11 үй салынбақ. Құрылыс компаниясы болашақ тұрғындарға тыныштық пен терезеден көрінетін саябақтағы көлдің әсем көрінісін уәде етіп отыр. Алайда бұл маңдағы бұрынғы үйлердің тұрғындары құрылыс салдарынан көл мүлде жоғалып кетуі мүмкін деп алаңдайды. Өйткені бұл жерге автотұрақтың шұңқыры қазылады. Қазірдің өзінде саябақ маңынан көлік қоюға орын табу қиын, ал 5-ші қабатта тұратын тұрғындар көп жағдайда сусыз қалады. Разрешение на такие застройки. Осындай құрылысқа кім рұқсат береді? Саябақ барған сайын кішірейіп барады. Бала күніміздегі ботаникалық бақ қазір мүлде жоқ. Бәрі жойылып жатыр. Жылу мен су өз алдына бөлек әңгіме. Бәрі ескірген. Құбырларды жаңартып отыру керек. Это изменение целевого назначения. Жерді нысаналы мақсатта пайдалану оңай шаруа емес, тіпті мүмкін емес дүниелердің қатарында десе де болады. Бірақ олар шектен шықты. Бәрі көзді ашып жұмғанша өзара шешілген дүние. Не депутаттармен, не қалалық кеңеспен, не сала мамандармен ашық талқылау болған жоқ. Мұндай әрекет еріксіз болса да жемқорлыққа жол ашатын жағдайды туғызады. У нас была объездная единственная улица. Бұрын интернационалистер көшесі айналма жол ретінде қызмет ететін. Енді мұнда ауқаттадан бір тұратын болады. Әр отбасында бір көліктен, сонда мыңдаған көлік қосылады деген сөз. Егер жер астынан автотұрақ салынса, онда көл жойылуы мүмкін. Қала тұрғындарына деген әкімдіктің көзқарасы тым таяз. Қандай негізбен олар мұндай жаңғыртуды жүргізіп, бұрынғы саялы мекеннің орнына тұрғын үй кешенін салып жатыр. Халықпен неге санаспайды? Бұл елдің мұрасы, қазынасы ғой. Біздің ресми сауалымызға құрылыс компаниясы әзірге жауап берген жоқ, ал қалалық әкімдік ешқандай заң бұзушылық көріп тұрған жоқ. Құрылыс салушы барлық құжатын реттеп, жер телімін сатып алған. Мемлекеттік сараптамадан өтіп, коммуналдық желілерге техникалық шарттарды алған. Тиісінше бас жоспар да өзгертілген. Енді бұл тұрғын үй кешені ресми түрде заңдастырылған. Почему сейчас все консолидируется в самом... Қазір барлық құрылыс нысаны инвестицияға ең қолайлы саналатын аймақтарда шоғырланып жатыр. Басқа қайда үй салуға болады? Солтүстікте Теміртау. Ал қалған аумақтар не көмір, не жер асты өңдеулері, не ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер. Сондықтан жаңа бас жоспарға сәйкес инфрақұрылым, мектеп пен балабақша секілді әлеуметтік нысандарға жақындығы жағынан ең тиімді аумақ дәл осы қаланың орталығы. Сол себепті инвесторлар орталыққа ұмтылады. Бірақ бұл сыбайлас жемқорлықпен емес, нақты заң аясында жүзеге асады. Соңғы жылдары Қарағанды қаласы оңтүстік батыс бағытта кеңейіп келеді. Бұл аумақта көмір қабаттары да, жер асты жұмыстары да құрылысқа кедергі келтірмейді. Алайда мұндағы тұрғын үй бағасы қала орталығындағыдай қымбат болмайтыны түсінікті. Құжаттарға сүйенсек, жаңа құрылыс инженерлік желілерге қоршаған ортаға зиян келтірмейді деп сендірді Ольга Шот. Оның айтуынша саябақ аумағына тиіспей тұрғын үй кешені іргелес жерге салынады. Дегенмен бұл жағдай Қазақстан сәулетшілер одағында бейжай қалдырмады. В наглую, я считаю. Бұл мемлекеттік деңгейдегі құжат Қарағанды қаласының бас жоспарына қайшы. Оны бірінші кезекте қала әкімі сақтауы тиіс. Бірақ ешкім мән беріп отырған жоқ. Ар ұят деген нәрсе қалмаған. Бұл тек бастамасы ғана. Келесі кезекте саябақтың ішінен инженерлік желілер тарту керек болады. Қосымша насос қояды, қоқыс шығару керек болады. Тіпті саябақтың ішінен жол салуға да баратын түрі бар. Ал ертең инженерлік желілер мен экологияда мәселе шыға бастаса, сонда ғана ойланатын болады. Жылуы шыққан 2000 көлік қыс бойы бір орында тұрып, лас түтін шығаратын болса, қала түгіл саябақтан шығып қалады. Сәулетшілердің айтуынша саябақ ішінен салынатын жер асты паркингі салдарынан көлге кесірі тиюі мүмкін. Бірақ ең қауіптісі осындай ауқымды тұрғын үй кешеніне рұқсат беру арқылы жергілікті билік саябақты толық құрылыс алаңына айналдырудың алғы шартын жасап отыр. Бұған дейін мұндай бастамаларға қалалық қала құрылысы кеңесі кедергі болатын. Алайда бірнеше жыл бұрын бұл кеңесті жергілікті әкімдік таратқан. Диана Саятқызы, Ирина Ненашева, 5-ші арна.